Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Видео барысында сіздер қарбыздың адам денсаулығына пайдасы мен зияны туралы құрамындағы витаминдер және көптеген қызықты ақпараттар білетін боласыздар. Елімізде қарбыз шаруашылығы оңтүстік өңірде жақсы дамыған. Әр жазда халықтың басым көпшілігі базар мен сауда орындарында қарбыздың шығуын асыға күтеді. Жаздың соңғы тамыз айы қарбыздың әбден пісіп жетілген мерзімі болып табылады. Әсіресе аптап ыстықта шөл басу үшін бұл өнімнің пайдасы сөзсіз. Алайда кейбір ауруы бар жандар үшін қарбызды пайдалану зиян келтіруі мүмкін. Бұл видеода сіздер қарбызды қалай таңдау керек екен, сондай-ақ одан не дайындауға болатынын назарларыңызға ұсынамын. Қарбыздың ең үлкен жидек екенін бәрі біледі. Алайда ботаниктер әлі күнге дейін бұл тұжырыммен келіспейді. Қарбызды асқабақ тұқымдасына жататындықтан жалған жидек деп те атайды. Оңтүстік Африка қарбыздың отаны болып саналады. Қарбыз бұл 90% дерлік судан тұратындықтан шөлді жақсы басады. Мәйегінде ақуыздар мен майлар жоқ, бірақ тез еріп қуат беретін көмірсулар көп. Бұл жеміс әсіресе физикалық белсенді адамдар үшін пайдалы. Жаттығу кезінде аздап қарбыз шырынынан немесе бір тілімнен дәм татсаңыз, денедегі су қорын толтырып қантпен қанықтырады. Қарбыз құрамында ликопиннің қызыл пигменті өте көп. Денедегі ликопин басқа каротиндер сияқты А дәруменіне айналмайды. Пигмент күшті антиоксиданттық қасиетке ие. Көптеген зерттеулер тағамдағы ликопиннің жоғарғы мөлшері жүрек және қан тамырлары ауруларының қаупін төмендететінін көрсеткен. Кейбір зерттеулер тіпті қуық асты безі мен ішек қатерлі ісігінің дамуын азайтады дейді. Бірақ бұлай нақты қорытынды жасау нақты зерттеуді талап ететіні анық. Қарбыз маегіндегі дәрумендер төмен концентрацияда кездескенімен С және А дәрумендері, сондай-ақ минералдарға бай. Онда бұлшықеттерге арналған магний көп. Аталған магний кальцийді сіңіруге көмектеседі. Онсыз сүйектер сынғыш болатыны белгілі, ал дәнегі мәйекке қарағанда қоректі заттарға қаныққан. Олардың құрамында фолий қышқылы және П дәрумені, сонымен қатар фосфор мен магний бар. Сол себепті дәнекті кептіріп немесе қуырып жеген пайдалы. Қарбыздың зияны. Пайдалы саналатын кез келген тағам шамадан тыс тұтынғанда зиянын тигізетіні жалпыға белгілі тұжырым. Жас баладан кәріге дейін сүйсініп жейтін бұл жемістің де адам ағзасына қандай зияны бар екен диетолог дәрігерлер айтып жүр. Қарбыз толығымен дерлік судан тұрып калориясы өте төмен болғандықтан оны шексіз мөлшерде жеуге болады деген жаңсақ түсінік бар. Бірақ бұл дұрыс емес. Қарбыз мәйегі қарапайым көмірсуларға бай, сондықтан бұл гликемиялық көрсеткішті жоғарылатады. Одан пайда болған қантты кетіру үшін ағзаға көп су жұмсайды. Осы себепті қарбызды шамадан тыс жеген кезде бүйрекке артық жүктеме түсіп, ағзадағы улы заттар ғана емес, судың кеткен мөлшерімен қажетті минералдар да бірге шайылады. Қарбыз бұл жақсы несеп айдаушы. Дәл осы үшін оны несеп тас ауруы бар адамдарға жеуге кеңес берілмейді, өйткені тастың көбеюіне әкеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ жүктіліктің соңғы мерзімінде жүрген әйелдерге мейлінше бас тартуға ұсынамыз. Яғни бұл жағдайда онсыз да дәретханаға жиі баратын жандарды екі есе жүгірте түспек. Оған қоса 3 жасқа дейінгі кішкентай балаларды қарбызбен тамақтандыру ұсынылмайды. Бұл аллергияға емес, ең алдымен қарбызды өнеркәсіпте өсіруде қолданылатын тыңайтқыштар, нитраттар және де тағы басқа зиянды заттарға байланысты. Олар сыртқы қабатында көп мөлшерде жиналатындықтан ересектерге де қарбызды қабыршағына дейін жеуге кеңес берілмейді. Қарбыздың медицинада пайдаланылуы. Ресми медицинада қарбыздың тек дәнегі қолданылады. Одан алынған май сығындысы бүйрек ауруларын емдейді. Аталған май зәр қышқылы немесе несеп айдауға тез әсер етіп, бүйректің құрамын тазартады. Алайда бұл дәрі-дәрмекті дәрігердің арнайы нұсқаулығымен ғана пайдалануға болады. Қарбыздың мәйегі мен қабығын көптеген елдер халықтық медицинада игілігіне жаратқан. Жоғарыда айтылғандай, мұнда да ең алдымен қарбыздың несеп айдау әсері бірінші кезекте тұр. Емшілердің айтуынша қарбыз ісінуді, жүрек пен бүйрек ауруларын, гипертония мен іш қатуды жеңілдетеді екен. Ал Қытай медицинасы қарбызды организмнен барлық ауруларды алып тастайтын салқындатқыш құралға жатқызады. Сондай-ақ қарбыздың қабығынан, мәйегінен жасалған қайнатпа мен компресстер терідегі жараларды емдеуде тездету үшін қолданылатын. Дәнегінен шай дайындалады. Қарбызды дұрыс таңдау және сақтау жолдары.
Қарбыз маусымы тамыз айында басталады. Осы уақытқа дейін жемістердің пісуі тыңайтқыштармен тездетіледі, сондықтан ерте сатып алу қауіпті болуы мүмкін. Қарбыз өсірілетін алқапта көбіне дерлік азот тыңайтқыштары қолданылады. Өсімдік оларды өңдейді және шығарып тастайды, ал қалған бөлігі нитрат түрінде қалады. Олардың аз дозасы қауіпті емес, бірақ жетілмеген жемістерде нитраттың бөлініп шығуға уақыты болмауы мүмкін. Сондықтан піспеген қарбызды жеуге болмайды. Көбінесе қарбызбен улану нитраттармен байланысты емес. Көптеген адамдар жемісті тым мұқият жумайды, ал кесу кезінде бактериялар маегіне түсіп уландырады. Қарбыз жердің өзінде өсетіндіктен олар мұқият тазалап жууды қажет етеді. Қарбыздың қабығы жылтыр, сондай-ақ қою жасыл болуы керек. Қарбыздың жерге тиген бөлігі бір жағында дақ болып тұрады. Егер дақ ақ емес, сары немесе қоңыр болса жақсы. Піскен қарбыздың бас ұшы құрғақ, қылшық бетінде құрғап, жіп тәрізді жолақтары болуы мүмкін. Сонымен қатар ұрған кезде саңырау емес, ашық естілетін дыбыс шығады. Қарбызды бөлме температурасында бірнеше апта бойы сақтауға болады. Салқын қараңғы жерде жеміс бірнеше ай бойы сақталады, алайда ол кезде құрамындағы біраз қоректік заттарды жоғалтады. Ал кескеннен кейін маегі ауа тигізбей, пакетпен немесе фолькамен жабу керек. Бұл күйінде қарбызды тоңазытқышта 4 күнге дейін сақтауға болады. Қарбыз туралы сіз білуге тиіс маңызды ақпарат осы. Қазір жаз айы болғандықтан қарбыз сатушылар да, оны сатып алушылар да көп. Осы мезгілде қарбыздан уланып, ауруханаға түсетін жағдайларда жиі кездеседі. Дәл осы себепті жоғарыда берілген мәліметтерді әрдайым есте сақтап жүргеніңіз артық болмас. Қарбыз туралы ақпарат сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жасай кетуді ұмытпаңыздар.